Менің қолымда бір-біріне жанасатын екі дөңгелек тұр. Кіші дөңгелектің радиусы 7,2 сантиметрге тең. Үлкен дөңгелектің радиусы 12,5-ге тең. Суретте бірақ үлкен дөңгелектің радиусын 12 деп бердік, себебі ол конустың жасаушы деп аталады. Бізге қазір конустың жазбасын жасауымыз керек, және конустың бүйір бетінің және толық бетінің ауданын табуымыз керек. Конусты жасамас бұрын бірінші жазбасын жасап аламыз. Конустың табаны бүйірінен кішкентай болады. Бізге конустың төбесіндегі бұрышын табуымыз керек, мына бұрышты табуымыз керек. Ол үшін біз міндетті түрде фи тең 360 көбейту ер бөлінген ел формуласын қолданамыз. Конустың бүйір бетіне мен жазып қойдым. Енді сонда формулада фи тең 360 көбейту ер бөлу ел деп тұр. Жақсылап тұрып қарасаңыздар. Сонда бізде 207 градусты өлшеп аламыз. Мен 207 градустан 180 градусты алып тастадым. Сонда 27 градус болды. 27 градусты өлшеп алдым, өйткені 180 градусқа 27 градусты қоссам 207 градус болады. Енді мен осы 207 дөңгелектің ішінен градусы 207 градусқа тең секторды алып қаламда, қалған бөлігін қиып тастаймын. Міне бізде мынау қалған бөлігі конустың жазбасы деп аталады. Енді осы секторды мынау кішкентай тұтас дөңгелек конустың табаны деп аталады. Мынау сектор конустың бүйір беті деп аталады. Енді бүктейміз. Бір-біріне былай бүктейтін болсақ, бізде конус шығады. Бүктесек, бізде мынадай конус шығады. Мынау конустың табаны болады. Біз конустың, егер былай жазатын болсақ, онда бұл конустың жазбасы. Енді бізге конустың толық бетінің ауданы дегеніміз, конустың табанының ауданына бүйір бетінің ауданын қосатын болсақ, онда бізде конустың толық бетінің ауданы шығады. Мұнда ес табанының ауданы пер квадрат деп жазылып тұр. Бүйір бетінің ауданы пи р ел деп тұр. Сонда біз пи р квадратқа пи р елді қосатын болсақ, онда конустың толық бетінің ауданы шығады. Не конус.